Сәлем достар, сіздермен бірге Олжас Менғали. Біздің отандасымыз Жансая Әбдімәлік FIDE Women's Grand Prix жарысына қатысып жатыр. Мюнхен қаласы, Германия мемлекеті. Қарсыласы Вагнер Динара. Ең қызығы аты Динара, Германия мемлекетінің атынан шығып тұр. Мен үшін қызық, Динарада, оларда да осындай ат қолданылады екен. Кеттік партияны тамашалайық. Бұл Жансая Әбдімәліктің тұңғыш жеңісі. Осы партиядан кейін көңіл күйі көтеріледі деген ойдамын, және жарыстағы өзінің жағдайын кішкене түзетеді деген ойдамын. Өткен 9 партияда бірақ партия ұту біздің атақты шахматшысын аз шығар деген ойдамын. E4, C5, at F3, D6, D4, CD, at D4, at F6, at C3, A6. Сицилиян қорғанысы Найдеров варианты. Мечислав, Мендель, Мигель Найдер туралы мен сіздерге ақпарат бердім. Піл E3 және H4. Бұл піл өте маңызды, жалпы Сицилиян қорғанысындағы өте маңызды пілдердің бірі. Сол себепті босқадан босқа айырбастамауға тырысыңыздар. Піл G5, H6, піл H4, G5, піл G3, піл G7 және H3. Мына ат ұнамайды Жансаяға, сол себепті қуып шығуға тырысады. Ат деген негізгі орталыққа барды және H4. Атақты Штайниц ережесі орталық тұрақты болса, оң қанатта немесе сол қанатта шабуыл жасаңыздар болады. GH бұрын соңды бұлай жүрген емес екен. Бұлай жүрмеген екен. Өткен нақта көрсетіп тұрмын. Бұлай көрсетіп қойын. Novelties. Novelties деген не? Бұл деген жаңалық. Бұрын соңды бұлай ешкім жүрген жоқ. Бірақ менің түсінігім бойынша қаралардың жағдайы бұдан кейін нашарлау. Піл H4 біріншен нау оқшауланған сарбаздардың қатарына кіреді. Мен үшін түсініксіз. Ат G6 және әрине тағы да бір ескертем, бұл піл өте маңызды. Піл G3, ат C6, G7 және піл C4. Патшаға шабуыл жасауға мүмкіндік жоқ, сарбаздарға шабуыл жасауға мүмкіндік жоқ. Сол себепті мына пілді шығаруды жөн көрді. Уәзір A5 және уәзір F3. Қазіргі таңда ат уәзірмен мына мешкейлер қатарына кіргісі кеп тұр. Әрине бұлай жүрге болмайды. Егер де бұлай жүретін болса, онда мынаны жейт және шах деген іс-әрекеттер болады. Бұл енді айдан анық деген ойдамын. F8, піл B3, піл D7, тура H5. Көрдіңіздер ме? Өте белсенді ойнайды. Басында H жолы ашық болған жоқ, енді H жолы ашық және 5-ші қатар. Мен сіздерге үнемі Филидор ережесін естеріңізге түсіремін, бірақ Жансая тек қана 3-ші қатарды емес және 5-ші қатарды әдемі пайдаланады. Ат негізгі орталыққа барды және піл негізгі орталықтағы атты жек қойды. Бұл жерде әрине артқа қарай аса шегінуге жер жоқ шығар деген ойдамын, бірақ мен болсам мына атты жемес едім. Өйткені бұл ат маған аса бір үлкен қиындық туғызып тұрған жоқ. Бірақ енді кәсіби деңгейі жоғары, 2496, байқасаңыздар, Жансая Әбдімәлік өте мықты ойыншылардың бірі, бірақ мен бай жүрмес едім. Бірақ көреміз ғой енді. G7 және патшаның сарайға кіргізді. Патшаның сарайға кіргізді және H1. Мына оқшауланған сарбаздың қал жағдайын білуге тырысады. B6, A4, мына уәзір ұнамайды оған, сол себепті тезек оның қал жағдайын білуге тырысады. A7 және G3. G3 және әрине болашақта мына піл деген мына жерге шақ жасап, және мына жерге шабуыл жасап, және мына біз сарбаз жеп кету барысында осындай жағдайлар болдырмау үшін жасап. D4 әрине мына сарбазды беруге болмайды. Бұл сарбаз өте маңызды. C7 және уәзір F4. Уәзір F4 ақырындап әрине бұның ең басты мақсаты мына I5-тегі торды бақылауды ұстау, екіншіден D2 және A5 арқылы мына қара патшаның қал жағдайын білу. G7 және уәзір D2. Жалпы, әйелдер үшін бұндай позиция мүлдем ұнамайды, өйткені мына патшаның қауіпсіздігі керемет емес. Жалпы әйел азаматтар өзінің патшасына деген ерекше бір ықыласы бар. Сол себепті болашақта біліп жүріңіздер, патшасы егер нашарлау болатын болса, көбінесе әйел азаматтарына ол ұнамайды. C5, уәзір A5 шах, патша B8, H1 және уәзір B7. Көрдіңіздер ме? Тең деп тұр. Тең деген сөз
қаралардың ешқандай қиындығы жоқ дегенді білдіреді. Бірақ патшасының қасында ойыншылар аз, бар болғаны уәзір. Сол себепті мүмкін Динараға бұл партия ұнамайтын шығар, бұл позиция. Б6, Б патша А7 және АЦ4. Бұл жерде не есімізге түседі? Патша А7, атақты Штайнец ережесі, патша өзін өзі қорғай алады. АЦ4, піл И6 және ат А3. Мен сіздерге үнемі айтам, мына уәзір мен піл аттың бір ерекшелігі, мына патшаға шабуыл жасау барысында бұл өте жақсы үйлесімділік. Өйткені уәзір тік жолмен, қиғаш жолмен және көлденең жолмен жүреді, ал оған жетіспейтіні мына Г сияқты жүретін ойыншы жетіспейді. С4 енді түсініксіз амалдардың бірі, рейтингісі керемет 2414, бірақ не себепті С4 деп жүрді, мен түсінбеймін. Мүмкін уақыт аз болған шығар. С4 және тура Б5. Осымен ойын аяқталды. Көрдіңіздер ме? Бірақ жүріс, осы жүрістің арқасында мына төртеуі бекер емес, қазақтың жақсы сөзі, төртеу түгел болса, төбедегі келеді, алтау ала болса, ауыздағы кетеді деп. Сол себепті төртеу түгел осы жерде орналасқан. Уәзір С6, піл А4, ашық шах шабуылына дайындалып тұр, ашық шабуылға немесе ренгенге дайын болып тұр. С8, тура Б4, шах және осымен бұлай шах, жедік, шах және осымен ойын аяқталды. Не айтуға болады? Мүмкін Динара бұл жерде кейбір қауіпті жағдайларды мүмкін түсінбеген шығар. Бірақ мен Жансая үшін қуаныштымын. Осы партиядан кейін оның көңіл күйі көтеріледі және жарыстағы жағдайын жақсартады деген ойдамын. Жақсылықта кездесейік, сау сәлемет болыңыздар.